Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге нан пісіретін боламыз. Ең алдымен нанымызды илеп, нанымыздың ашығанын күтеміз. Нанымыз ашығаннан кейін екі бөлікке бөлеміз. Біреуінің фигурасын, яғни пішінін дөңгелектеп, үстіне жұмыртқа жағып, және де кунжут сеуіп аламыз. Ал екіншісінің фигурасын осындай пішінге келтіреміз. Және де жұмыртқамызды, содан кейін кунжутымызды сеуіп аламыз. Енді духовкамызды 180-200 градусқа нанымызды жарты сағатқа пісіріп аламыз. Жарты сағаттан кейін нанымыз осылайынан шығады, яғни көтеріліп піседі. Бұл нан өте жұмсақ болады және де өте дәмді шығады. Міне. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.